Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен казан деп аталатын салат жасаймыз. Бұл салаттың ұнағаны сонша биылғы жаңа жылда оливьенің орнына осы салатты жасаймын деп шештім. Ендеше бастайық. Кішкентай пиязды өзіңізге ұнайтын формада турап алыңыз. Мен 4 бұрыштап турап, уақтап турап алдым. Пиязды маринадтап қоямын, сонда пияздың ащы дәмі сезілмейді. Шұңғыл ыдысқа салып, оған 3 қасық 9% сірке суын және жарты шай қасық тұз қосамын. Келесі асылған етті шанышқы көмегімен тарап аламын. Бізге піскен күйінде 300 грамм ет қажет, яғни шикі күйінде 600 граммға жуық ет асып аласыздар. 150 грамм ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Артынша асылған 4 жұмыртқаны да үкіштің ірі көзінен өткіземіз. Құрметті менің көрерменім, арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Бізге енді шамамен 120 граммға жуық маринадталған қияр қажет болады. Оны ұзыншалап видеода көрсеткенде турап аламыз. Бағана маринадталған пиязды мен суық сумен шайып алдым. Сонда сірке суының дәмі сезілмейді. Соусына 3 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық майонез, 2 сарымсақтың түшсесі, қара бұрыш, жарты шай қасық тұз қосамыз. Рецептке қажетті барлық ингредиенттерді осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Және сол описание бөлімінен менің басқа да видео рецепттерімді көре аласыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені алға жетелейді және қуанышқа бөлейді. Жақсылап араластырып тарелкамызға саламыз. Мінекей өте дәмді салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаса пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Біздің үйдің балаларына қатты ұнаған салат. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.